Еріншек. Ешбір жұмыс тындырмас, шөптің басын сындырмас. Еріншек бір етікші болыпты. Еріншек етікшінің 3 ешкісі бар екен. Күн суытып, қыс түсіп келе жатқанын көре тұра, еріншек ешқандай қам жасамапты. Ешкілеріне азықтық жем-шөп жинамапты. Бір түнде борап қар жауатты, жердің бетін ақ көрпе бүркеп қалыпты. Ешкілер енді бұрынғыдай өрістеп жайыла алмай, суық қорада бүрсіп дірдектеп тұрады. Етікші керек десең, сыртқа шығуға да ерініп әйеліне «Барып көріп келші, ешкілерге не болып жатыр екен» деп жұмсай. Әйелі барып көріп келетті. Бір ешкі өліп қапты дейді. Сонда еріншек, малышы болған соң өлім жітімі де болады ғой деп жата беріпті. Ертеңіне еріншек ешкілерді көріп келуге әйелін тағы жұмсай. Тағы бір ешкі өліп жатыр деп келеді әйелі. Еріншек келесі жамбасына аунап түсіп, малышы болған соң өлетті дейді де қояды. 3-ші күні етікші әйелін малды көріп кел деп тағы да жұмсайды. Әйелі жалғыз ешкінің де қатып қалғанын айтып келеді. Сонда етікші жаны жай тапқандай бір аунап түсіп, «Бәйбіше, біздің малдың өлімі осымен тыйылған да шығар» деп.